Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен тағы да диктант жазамыз. Диктант жазу арқылы біз жазу сауаттылығымызды арттырып, көркем, сауатты, қатесіз жазуды үйренетін боламыз. Олай болса, бүгін сендермен біз көк кит тақырыбындағы диктантты жазатын боламыз. Балалар ыңғайланып отырып, мені мұқият тыңдаңдар. Мен қазір түгел мәтінді оқимын, одан кейін жеке-жеке әр сөйлемге тоқталып өтетін боламын. Сондықтан жақсылап тыңдаймыз, қатесіз жазамыз. Тақырып көк кит. Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Оның салмағы 160 тонна, ұзындығы 30 метр. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей. Сөйлем аяқталды. Бұл диктантта жалпы 24 сөз бар. Енді мен сендермен жеке-жеке әрбір сөйлемге тоқталатын боламын. Олай болса, бастайық. Азат жолдан бас әріппен көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Сөйлем аяқталды. Келесі сөйлем. Оның салмағы 160 тонна. Ұзындығы 30 метр. Келесі сөйлем. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Соңғы сөйлем. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей. Сөйлем аяқталды. Ал балалар жазып болған болсақ, енді мен қазір тағы да бір рет оқимын, кідіріс жасап, үтір нүктенің орнын белгілеп, тыныс белгілерінің дұрыс қателігін тексеріп алыңдар, е? Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Оның салмағы 160 тонна, ұзындығы 30 метр.
бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей. Ал балалар, жазып болған болсаңдар, енді дұрыс нұсқасымен өздеріңнің жазған диктанттарыңды тексеріп, өздерің бағалаңдар. Сендер қатесіз, әдемі диктант жазды деген ойдамын. Барлығымыз сауатты, әдемі диктант жазуға үйренейік. Қош сау болыңдар балалар.